Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжайсың. Мақалдар жазып, өлеңнің қатесін түзеуді білетін боласың. Балалар, сендер Бейбарыс Сұлтан туралы білесіңдер ме? Сұлтан Бейбарыс Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтаны. Беріш руынан туған. Жаугершілік заманда бала күнінде Қыпшақ даласында тұтқынға алынып, жат жерде ерекше ерлігімен, асқан талантымен құлдықтан қайраткерлікке дейін көтерілген қазақ тарихындағы аса ғажайып тұлға. Сендер экраннан Сұлтан Бейбарыстың суретін көріп тұрсыңдар. Олай болса, осы Бейбарыс Сұлтан туралы мәтінді бірге оқып көрейік. Баяғы заманда Бейбарыс деген кішкентай бала болыпты. Жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары оны ат артына мінгізіп алып кетеді. Оны құлдыққа сатып жібереді. Сөйтіп, ол бүкіл өмірін араб елінде өткізеді. Бейбарыс ерекше бала болып өседі. Өзінің мықтылығының арқасында бір күндері патша болады. Бейбарыс сұлтан атанады. Бір күні қартайған шағында ел кезіп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс болып есінде қалған туған жері елестейді. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын жусанды иіскеп мауқын басады. Балалар, мәтін сендерге түсінікті ме? Бейбарысты кімдер алып кетті? Ол өз өмірін қай елде өткізді? Бейбарыс қандай бала болды? Қалай ойлайсың, ол қандай қасиеттеріне байланысты патша болды? Бейбарыстың туған жеріне деген сезімін қайдан білуге болады? Бейбарыс жусанды бойтұмарының ішіне неліктен салып алды? Бұл сұрақтардың жауабын мәтіннен тауып, ұстазыңа кері байланыс жасауды ұмытпа. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Ретін сақтап оқысаң, мақал шығады. Сол мақалды жаз. Яғни, меңзер бойынша жүріп, сендер реті бойынша мақалды оқып шығыңдар. Мұнда адам елінде, қоға көлінде көгерер. Сендер экраннан қоғаның суретін көріп тұрсыңдар. Демек, адам елінде, қоға көлінде көгерер деген мақал шықты. Келесі тапсырма. Өлеңнің қатесін түзеп жаз. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме. Сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Ал енді өлеңнің қатесін түзейік. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме. Сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Біз өлеңнің қатесін түзеп жаздық. Ал енді осы өлеңнен етістікті табайық. Берме, білдірме. Бұл болымсыз етістік. Себебі мұнда ме деген жұрнақ жалғанып тұр. Семантикалық карта. Сендер экраннан семантикалық картаны көріп тұрсыңдар. Олай болса, осы семантикалық картаны толтыруға тырысыңдар. Яғни, мұнда келді, айна, әдепті, алтау, айтпады, бермеді деген сөздер берілген. Осы сөздерді қандай сөз таптарына жататынын ажыратыңдар. Яғни болымды етістік, болымсыз етістік, сын есім, зат есім, сан есімнің қайсысы екенін ажыратыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.